Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 7-ші сынып физика сабағы 5-7 жаттығуы. Бірінші берілген оқиық. Ұзындығы 4,5 метр, биіктігі 1,5 метр, көлбеу жазықтық бойымен массасы 30 килограмм жәшікті тартады. Жәшіктің көлбеу бетпен үйкеліс күші 20 ньютон. Атқарылған пайдалы және толық жұмысты есептеңдер. Көлбеу жазықтық пайдалы әрекет коэффициентін анықтаңдар деген. Берілген жазып шығарайық. Бізде берілгені 5-7 жаттығу. Берілгені бізде ұзындығы берілген 4,5 метр, биіктігі 1,5 метр, массасы 30 килограмм болды. Үйкеліс күші бізде 20 ньютон деп берілген. 20 емес, біз 200 ньютон деп аламыз, себебі ол жерде қате кеткен кітапта. Бізге табу керек болды. Пайдалы жұмысты табуымыз керек және толық жұмысты табуымыз керек. Сонымен қатар пайдалы әрекет коэффициентін табуымыз керек, яғни пәкті. Бұл жерден ХБЖ-ға айналдырудың қажеті жоқ. Бізде пайдаланатын формула пайдалы жұмыс тең болады масса GH. Толық жұмыс бұл бізде F үйкеліс күшімен ұзындыққа. Енді пайдалы әрекет коэффициенті бізде пайдалы жұмыстың толық жұмысқа бөлгендегіні және көбейтеміз 100%-ға. Енді шығарамыз. Пайдалы жұмыс бізде массамыз 30 килограммға тең. Көбейтеміз. G бізде тұрақты, ол 10 ньютон килограммға тең. H бізде 1,5 метрге тең. Тең болады. 30-ды 10-ға көбейтіп, оны 1,5-ге көбейткен кезде бізде 450 джоул шығады. Енді толық жұмысты табайық. F үйкеліс бізде 200 ньютон. Көбейтеміз. L бізде ұзындық 4,5 метр. Екеуін көбейткенде бізде 900 джоул шығады. Енді бұны пәк табайық. Пайдалы жұмыс бізде 450 джоулға тең болды. Толық жұмысымыз біздің 900 джоулға тең болды. Көбейтеміз 100%-ға тең болады. 0,5, 100-ге көбейтеміз, сонда 50% болды. 50%. Яғни сонда біздің пәк пайдалы әсер коэффициенті бізде 50%-ға тең болды. Жауабында бәрі берілген. 450 джоул пайдалы жұмыс. Толық жұмыс бізде 900 джоулға тең болды. Пайдалы әсер коэффициенті бізде 50%-ға тең болды. Келесі есебі 5-7 жаттығудың екіншісі. Қуаты 25 киловаттқа дейін арттырып, сорғының қозғалтқышы 100 метр куб мұнайды 6 метр биіктікке 8 минутта көтереді. Қондырғының пәкін табыңдар деген. Берілген жазып шығарайық. Берілген жазайық оқушылар. Берілгені бізде қуаты берілген 25 киловаттқа. Көлемі берілген. Көлемі бізде 100 метр куб. Сосын биіктігі берілді 6 метр. Уақыты 8 минутқа. Бізде табу керек пәкті. Халықаралық бірліктер жүйесін айналдырып алайық. ХБЖ-ға 25 киловаттқа айналдырсақ 25 мың ватт болады. Мына жердегі минутты секундқа айналдырған 480 секунд болады. Енді шешімін табайық. Шешуі пәктің формуласы бізде пайдалы жұмыс, толық жұмысты көбейтеміз 100%-ға. Енді пайдалы жұмысты табу үшін біз
қандай формуланы пайдаланамыз, яғни mgh. Бұл жерде бізде м берілмеген масса, оның орнына біз пайдаланамыз мұнайдың тығыздығын, ро көлем GH-ты пайдаланамыз. Толық жұмысқа біз қуаттың уақытқа көбейтіндісін пайдаланамыз. Енді ары шығарайық. Астына жаза берейін мен. Так, бізде пайдалы жұмысымыз біздің ро VGH, астына NT. Мына жерде балдар көбейту бар, көбейту 100%. Ұзақ қып сызып енді жазайық. Бізде ромыз мұнайдың тығыздығы 800 килограмм метр кубке тең. Көбейтеміз. Бізде көлем 100 метр кубке тең болды. Көбейтеміз. G бізде тұрақты сан 10 ньютон бөлінген килограмм. Көбейтеміз. Бізде H биіктігіміз 6 метрге тең болды. Астында қуатымыз біздің 25.000 пайызға тең болды. Көбейтеміз уақытқа 480 секунд. Так, мына жерде бізде 100%-іміз бар. Тең болады. Мынаның бәрін көбейтіп бөлгенде бізде шығады 40% шығады.